Қайырлы күн балалар, бүгін дара және күрделі сын есім туралы білімдеріңді тағы да толықтыратын боласыңдар. Сендер осы сабақта мәтіннің бөліктерін ажыратасыңдар. Дара және күрделі сын есімдерді ажыратасыңдар. Сосын күнделікті өмірде кездесетін жайттарға байланысты өзара сұхбат құрасыңдар. Алдымен дара және күрделі сын есім деген не еске түсіріп алыңдар. Сосын мына сөздерді тиісті орындарға апарыңдар. Ары қарай сын есім, зат есім, етістік туралы білетін білімдеріңді қайталаңдар. Сосын барлықтарың мына сілтемеге өтіп, Ыбырай аталарыңның өнер білім бар жұрттар деген өлеңін мұқият тыңдаңдар. Өнер білім бар жұрттар тастан сарай салғызды. Айшылық алыс жерлерден көзіңді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды. Аты жоқ құр арбаны мың шақырым жерлерге күн жарымда барғызды. Адамды құстай ұшырды, мал істейтін жұмысты отпен суға түсірді. Отынсыз тамақ пісірді, сусыздан сусын ішірді. Теңізде жүзді балықтай, дүниені кезді жалықпай. Білгендерге осылар бәрі дағы анықтай, білмеген де танықтай. Бізде бекер жатпалық, осыларға таныспай. Ат өнері білінбес, бәйгеге түсіп жарыспай. Желікілдеп шыққан көкшөптей, жаңа өспірім достарым, қатарың кетті-ау алысқай. Ұмтылыңыз, қалыспай. Біз надан боп өсірдік, иектегі сақалды. Өнер жігіт көркі деп, ескермедік мақалды. Біз болмасақ, сіз барсыз, үміт еткен достарым, сіздерге бердім батам. Мінеки балалар, сендер Ыбырай аталарыңның өлеңімен таныстыңдар. Енді Ыбырай аталарың осы өлеңде отынсыз тамақ пісірді деп, адамдардың қазір от жақпай-ақ газды, электрді қолданып тамақ пісіріп жүргенін айтып отыр. Сосын теңізде жүзді балықтай деп кемен ойлап тапқанын, судың астында үстінде жүретін кемелерді ойлап тапқанын, сосын өнер білімнің арқасында біз барлық елдермен байланыс жасап отырғанымызды, сосын аты жоқ құр арбаны деген сөз бұрын атпен қыдырған болса, қазір атсыз-ақ ұшып бір сағаттың ішіне ана қаладан мына қалаға құсша ұшуды үйренді. Осының барлығына білім мен өнер көмекке келді. Оқысаңдар, білім алсаңдар, қатарыңнан қалмайсыңдар деген идеямен жазылған өлең. Сендер Ыбырай аталарыңның осы өлеңін мұқият тағы да түсініп тыңдаңдар. Шамаларың келсе жаттап алыңдар. Міне, біз барлық нәрсені табиғаттан үйренеміз. Табиғаттың бізге айтатын тылсым дүниесі өте көп екенін Ыбырай аталарың айтып отыр. Әрі қарай 5-ші жаттығуды оқып көрейік. Адам табиғаттан көп нәрсе үйренді. Табиғатты ұзақ уақыт бақылау арқылы ұшу аппараттарын ойлап тапты. Мәселен, құстың ерекшелігіне назар аударып, оны ұшақ жасауға пайдаланды. Ұшақ жасағанда құсты пайдаланған, құстың ұшатын жүйелерін пайдаланған. Балықтарды зерттеп жүріп сүңгуір қайық жасаған, инелікке қарап тік ұшақ құрастырған. Мәтіннің не туралы екенін біліп тұрсыңдар ғой. Енді осы мәтіннің бөліктерін ажыратып көрейік. Мәтіннің бастапқы бөлігі, негізгі бөлігі және соңғы бөлігін ажыратып анықтап көрейік.
Мысалы, адам табиғаттан көп нәрсе үйренді деген бірінші азат жолы ол мәтіннің бастапқы бөлігі. Сосын екінші бөлігі табиғатты деген жерден басталып тұр. Әрі қарай соңғы қорытынды бөлігі балықтарды деген жерден басталып тұр. Естеріңде болса, мәтіннің әр бөлігі азат жолдан басталады деп айтқанбыз. Сендер мәтіннің бөлігін іздеген кезде азат жолға назар аударыңдар. Енді мәтіннің түрін анықтайық. Бұл мәтін әңгімелеу мәтіні ме, сипаттау ма, жоқ пайымдау ма? Қалай ойлайсың, бұл қандай мәтін? Сосын сергіту сәтін жасаңдар, әрі қарай буклет жасап алыңдар. Мына өлеңді көшіріп жазған соң, қарамен жазылған шыңға және көлде деген сөздің құрамын буклетке жазыңдар. Түбірін мына бөлікке, оның қосымша бөлігін мына бөлікке жазыңдар. Мысалы, шыңға деген сөздің түбірі шың, ал ға деген жалғау. Көл деген ол түбір сөз, де жалғау. Түбірмен қосымшаның қалай белгіленетінін сен жақсы білесің. Түбірді айшықпен, жалғау болса төртбұрыш, жұрнақ болса үшбұрышпен сызасың. Ол сөз құрамын талдауды мына буклетке орындап көр. Сосын достарыңа бер. Достарың тексеріп саған береді. Шың деген, шың деген ол биік таудың бір бөлігі, ал көл деген оны білесің. Жазда көлдің жағасына барып демалып жүрсіңдер. Әрі қарай 6-шы жаттығуды орындап көрейік. Адамдар мына көліктердің қайсысын қай жануарға қарап ойлап шығарғанын сәйкестендірейік. Ұшақты қай жануарға қарап ойлап тапты? Әрине құсқа. Ал мына көлікті қай жануарға қарап ойлап тапты? Бұл жер аударатын көлік. Экскаватор деп аталады. Оны жерді аударатын сілеусінге қарап ойлап тапқан екен. Көртышқа мен сілеусіндерге, кеміргіштерге. Ал қайықты судың бетінде жүзіп жүрген құстарға, аққуларға қарап ойлап тапқан екен. Ал тікұшақты инелікке қарап ойлап тапқан, инеліктің ұшатын қанаттарының қозғалысын бақылап, зерттеп жүріп, ұшақты дәл соған ұқсатып жасаған. Ал су асты қайығын, әрине ол балыққа қарап жасалған. Көрдіңдер ме, адамдар барлық жаңалықты, барлық өзіне қажет дүниелердің бәрін табиғатқа қарап үйренген. Әрі қарай сендер дара және күрделі сын есімге берілген ойынды ойнап көріңдер. Балалар, сендер бүгін дара және күрделі сын есіммен таныстыңдар, мәтіннің бөліктерін ажыраттыңдар және адамдардың өнер білімді табиғаттан үйренгенін білдіңдер. Бүгін сендерге сабақ берген Гүлзина Жақсылық. Маған сұрақтарың мен пікірлерің болса, мені мына нөмірден хабарласып таба аласыңдар.